Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Өздеріңізбен бүгін амандықпен жүздесіп отырғаныма қуаныштамын. Бүгін енді осы алдындағы бір видеоның астына бір сұрақ қойған екі кісінің сұрағына жауап бергім келіп отыр. Енді барлықтарыңызға да пайдасы тиеді деген ойдамын. Бірінші кісі былай деп сұрапты. Баласы 1,5 жастар шамасында, жылай береді, маған ғана жабыса береді деп жазыпты анасы. Енді екінші кісі былай деп жазыпты. Екі баласы бар екен, балаларының жас айырмашылығы со 1,5 жас шамасында екен. Сонымен үлкені ылғи да кішкенесін соғып жібереді, ұрып жібереді, ойыншықтарына таласады деген секілді, енді аяламайды деген секілді мағынада жазылыпты. Қалай істейміз деп сұрапты екен. Енді сол кісілерге айтқым келетіні, енді ана бірінші сұрақты жазған кісі енді өзімнің бұрынғы қызметтесім, досым, соған жауап берейін. Енді 1,5 жастағы бала, оның жылауы, оның сізге зәру болуы, ол өте қалыпты жағдай, ол қате емес. Енді сізді де түсініп тұрмын, қызметіңіз қарбалас, кеште қызметтен шаршап келесіз, сонымен балаңыз жылайды, сізге жабысады, өзіңіз демалғыңыз келген кезде жүйкеңіз көтермей қалады, оны түсінемін. Бірақ енді айтқым келеді, баланы осы дүниеге әкелуді талдаған екенбіз. Бала бағу өте жапалы, оның жапасына шыдауымыз керек деп айтқым. Балаңызды түсініңіз. Баланың осындай кезде жылауы өте дұрыс іс, қате емес. Қайта жыламай қалғанынан қорқыңыз деп айтқым келеді. Кеште келген кезіңізде үйіңізге тым болмағанда 1 сағат уақытыңызды шығарып, телефоныңызды тастап, сол балаңыздың ойыншықтарымен бірге ойнап, шын көңіліңізбен, қызметтегі көңілсіздіктеріңізді тастап, шын бар пейіліңізбен сол балаңызбен 1 сағат бірге болыңыз. Еушау пейбан қылыңыз. Енді баланың мұндай кез тез өтіп кетеді. Қадірлеңіз дәл осы кезін, сізге жабысқан кезін. Сізге жабысса, жыласа, көтере салыңыз, құшақтай салыңыз, сипаңыз, бетінен сүйіңіз, ойнатыңыз, күлдіріңіз, солай істеңіз деп айтқым келеді. Балаңызды өзін өте қауіпсіз сезіндіріңіз. Сізді керек қылған кезінде жанынан табылыңыз. Осы бір қауіпсіздік сезімді жетілдіру өте маңызды. Адам үлкейіп, қай жасқа барса да, осы қауіпсіздік сезімі оны, мысалы, бір қиыншылықтарға жолықса, әрқандай бір мәселелерге жолыққан кезінде, сол бір медет болып тұрады жүрегінде. Сол үшін осы 3 жасына дейін сөзсіз балаңызды бір қауіпсіз сезіндіріңіз. Сізді керек қылған кезінде жанынан табылыңыз деп айтқым келеді. Енді осы екінші кісінің сұраған сұрағына жауап берсем, енді ол үлкен балаңызда, үлкен болғанымен, ол да кішкентай. Екеуінің арасы жақын екен. Енді сіз бұрын көп уақытыңызды сол үлкеніне бергесіз, сонымен бірге көп боласыз мысалы. Енді кішкенесі болғаннан кейін ол үлкеніне көп уақыт бөлінбей қалады. Кішкенесі көбірек сіздің қарауыңызды қажет етеді ғой. Сонымен енді үлкенінде көңілінде сөзсіз толқу болады. Өзгеріс болды оның тұрмысында. Сонымен ол ойлайды да, қызғанады, маған уақыт бөлінбеді деген секілді ойлайды. Енді сол кезде одан сондай бір әрекеттердің шығуы ол өте қалыпты. Мысалы, кішкентайын қызғанып, оның қолынан нәрсесін тартып алып, оны итеріп жіберіп деген секілді. Ол қалыпты жағдай. Енді осындай бір кішкене бала ішіңізде пайда болған кезден бастап, сіз үлкеніне айта жүрсеңіз болады. Мысалы, сенің сіңілің болатын болды, болмаса бауырың болатын болды, не деген секілді, сол туылғанша, ішіңіз үлкейген кезінде, туылған кезіне дейін солай айтып жүру керек. Одан кейін ол бір түрлі бір өзіне бір сауға әкелетіндей сезіну керек. Бір өзін көңілді сезіну керек осы бопа дүниеге келген кезінде. Содан кейін енді әзіргі кезде, мысалы, сіз кішкентай балаңыз ұйықтап қалған кезінде сол уақыттан пайдаланып, үлкен балаңызбен бірге болып, соны ойнатып,
соған әңгімелер айтып беріп, оған шын көңіліңізбен айтып, мен ана кішкенесі болғаннан кейін сенің жаныңда көп бола алмай қалдым. Өйткені кішкенесіне көбірек уақыт бөлуіміз керек. Ол кішкентай, ол көбірек менің қарауыма мұқтаж. Енді сенің де кішкентай кезіңде мен сен осылай қарағамын. Ол кезде жалғыз сенсің, саған тіпті барлық уақытымды арнағамын. Ал қазір болса, кішкентай сіңілің болмаса бауырың, оған енді толықтай уақытым бөлінбей жатыр. Өйткені сен барсың, сені де жақсы көремін, оны да жақсы көремін. Екеуіңе тең уақыт бөлгім келеді. Бірақ та кішкентайына көбірек қарауым керек болды. Енді мамаң жетіспей жатса, сен мамаңа көмектес, екеуміз бірге оған қарасайық, жарай ма деген секілді сөздерді айтып. Енді мүмкіндік болса, кішкене балаңызды әкесіне бір күн бір қалдырып қойып, аңдасаңда, үлкен балаңызды ғана алып шығып, соны бір жақсы ойнатып, күлдіріп, көңілді қылып, уақытыңызды солған ғана бөліп, солай істесеңіз, сонымен ол көңілді болғаннан кейін ақырын айтсаңыз кей нәрселерді. Ол үйде болған кездерде екеуін бірге ойнатып, енді біз көп жағдайларда кішкентай, кішірек болғаннан кейін соларға көп бұрылып кетеміз. Солардың сөзін көп сөйлеп қоямыз, сонымен үлкеннің көңілінде теңсіздік пайда болады. Ондай жағдай болмай, ең жақсы тең қарап, қандай жағдайларда. Мысалы, үлкеннің ойыншығы болса, кішкенесі ойнау үшін сөзсіз сұрау керек. Сен сұрадың ба деген секілді айтып. Кішкенесі түсінбесе де енді үлкеннің көңілі үшін солай істеу керек деп ойлаймын. Енді бұларды істеу үшін үлкен сабырлық қажет. Бір рет ғана істеп, мысалы, бәрін шеше алмайсыз, сөзсіз, үздіксіз болу керек. Үздіксіз осылай істеп, бәрі де жақсы болады деп ойлаймын. Енді осы айтқандарымнан көмектесе екен. Барлықтарыңызға рахмет.